anda. Mitras pisadil var mı bir yerde? Kuratör var bir yerde. Siz Mitras'tansınız mı? Жол департаментінсіз. Митрас па шо? И давайте срочно порядке именно жетекшілерге айтып мақұл ма? Оның проектін жасасын. Мындай бұл кишилер азыр бул жолду аткарып атат. Азыр 800 метр жери калды. Эртең бүрсү күнү бетон берет, асфальт. Булардын асфальт төкүлүп чыгып гана жок болуп атат. Бул 2 күндөн кийин. Мына азыр берсеңиз азыр берем деп атат. Бүгін 12 ноябрь болды. Бағындырып жүресіз. Не деген жауапкершіліксіз адамдар. 12 ноябрь болды. Ем 12 декабрьді күтіп отырсыз ба? 12 январды күтіп отырсыз ба? Қыш түскенде қыласыз ба? Қылады шоны бүтіргіледі өзірі. Жаса қылады. Буквально бір аптаның ішінде жасаласаңыз уже қар түшеді, уже асфальт басқанға болбай қалады. Ертең мына 13-14 дағын ауа райы айнайды деп отыр. Сіз болса тағы да жүресіз. Мына 4 күн мурун эле айтылган. Берем деп убадасын берген. Просто өзүңүздөрдөн да кетип калып атат да, бирок койгула асфальт төкүлүп чыгып. Hayır, Asfaltı берет. Ben жетекші. Кейін burada Министерство транспорта контролға алғаншы? Жарайды. Алғаншы контролға? Сіз ушинтип жүріп, урушуп, соғып, башқарға жанчып жүрген іштечі керекті. Өзіңерді бүтіре бербейсіңер. Өзіңер жұмысқан өзіңер қыла бербейсіңер. Бүгін 11 ноябрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарына кирүүчү альтернативдик жолдун курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Жалпы узундугу 3,5 чакырымга жакын жолдун курулуш иштеринин солгундап жатышын сындап, тийиштүү жетекчилерди ыкчам кыймылдап жумуштун жүрүшүн тездетүүнү талап кылды. Булардын асфальт төкүлүп чыгып гана жок болуп атат. Бул 2 күндөн кийин. Мына азыр берсеңиз азыр берем деп атат. Бүгін 12 ноябрь болды. Бағындырып жүресіз. Не деген жауапкершіліксіз адамдар. 12 ноябрь болды. Ем 12 декабрьді күтіп отырсыз ба? 12 январды күтіп отырсыз ба? Қыш түскенде қыласыз ба? Қылады шо, бүтіргіледі өзірі. Жаса қылады. Буквально бір аптаның ішінде жасаласаңыз уже қар түшеді, уже асфальт басқанға болбай қалады. Ертең мына 13-14 дағын ауа райы айнайды деп отыр. Сіз болса тағы да жүресіз. Мына 4 күн мурун эле айтылган. Берем деп убадасын берген. Просто өзүңүздөрдөн да кетип калып атат да, бирок койгула асфальт төкүлүп чыгып. Hayır, Asfaltı берет. Кейін бұдан жетекші. Кейін бұда Министерство транспорта контролға алғаншы? Жарайды. Алғаншы контролға? Сіз ушинтип жүріп, урушуп, соғып, башқарға жанчып жүрген іштечі керекті. Өзіңерді бүтіре бербейсіңер. Өзіңер жұмысқан өзіңер қыла бербейсіңер. Жолдун курулушунун алкагында буздурулушу керек болгон турак жайларды мыйзам чегинде тургундарга компенсациясын төлөп берүүнү жана түшүндүрүү иштеринде активдүү жүргүзүүнү милдеттендирди. Эгер жолдун курулуш иштери ушул жылдын декабрь айында бүткөрүлбөсө, тийиштүү чаралар көрүлөрүн эскертти. Жол жана компенсация дейт, ошолор менен Қанша үй бар? 28 үй бар. 600 метр жол калды точно. Ал жерде 28 үйгө эме беришибиз керек, компенсация. Компенсация маселесин чече албай атабыз, проект бүтпөйт даже. Баштыботтағынан жол даяр тұрса, осы елдер батпай, шара кіре албай, қиналып атса, а біз болса отырамыз бұл жерде. Давайте срочно порядок чечіп берейік. Мақұл ба? 20 үйге компенсацияны бергілер. Қанша бересің? 20 үйге участокты берейік. Участокты. Бірінші участоктан баштаймыз. Мақұл ба? 20 үйге шағырдың тегерегіне жақсы жерден Қарасудың территориясы болу, шағырдың территориясы болу, участоктар бөліп береді. Бұл бір. Екіншіден өкіметке жазыларда срочно порядка компенсациясын берейді. Жол сіз өзіңіз баш көз болыңыз. Себебі деген мына жол бүткен жолда ачалбай отырамыз. Срочный порядок. Мындай қылбаса сіз көріп отырсыз. Бақыт мырза. Анау шаһарды қандай қиналып, қиналып. Жол транспорт министрлигинин өкүлү тийиштүү тапшырмаларды алып, коюлган мөөнөткө жумуштар аткарыларын билдирди. Ал эми президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болсо жумуштун жүрүшүн көзөмөлдөп, уюштуруу иштерин тездештирүү милдетин алды. Жалпы сметный стоимости 154 миллион сомго. Жеңүүчү тендер өткөрүлгөн. Тегинчи жоопкерчилиги чектелген коом Вегастрой деген утулган. Былтыркы жылы баштаган, бүгүнкү күндө азыр биз 2 километр 600 метр жерди 2 слой асфальттын баарын бүттүк.
Дагы биз 800 метр жолубуз калды. Ал Кудай буйрса ошо ноябрь ичи погода жакшы болуп турса, аба ырайы 800 метрди асфальтын жаап пайдаланууга беребиз. Бул жол өзү негизинен Шарк айыл өкмөтүнүн балансындагы жол. Биз каплажен эсебинен бул жолду жасап бүткөндөн кийин пайдаланууга берилгенден кийин Шарк айыл өкмөтүнүн балансына кайра өткөрүп беребиз. Халк арасында ты деп айтылып келген тилкеде Ош шаарына туура кирип баруучу жолдун курулуш иштери өткөн жылдын декабрь айында башталган. Бул жол пайдаланууга берилсе, Ош шаарына кирүүдө 6 чакырым жол кыскарат. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион.